Баршаңызға сәлем, халдарыңыз жақсы ма? Бүгін мен көргенде тәбетті ашатын, иісі мұрынды жаратын, керемет осындай шашпа палау жасау жолын көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар, ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, және де арнамдағы подписаться деген қызыл белгіні басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода ерекше тағам жасау жолын көрсететін боламын. Ендеше бастаймыз. Бізге керегі 2 сәбіз, 1 үлкен пияз және ет. Барлығын турап аламыз. Және үлкен шар кесемен күрішіміз, жарты стакан сұйық майымыз. Қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды құйып, етімізді салып қуырамыз. Мен етімді турап алдым, себебі тамағым тез дайын болсын деп. Етті турамай салсаңыздар да болады. Енді етімізді қызарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Сонда тамағымыз дәмді болады. Міне менің етім қып-қызыл болды. Үстіне туралған пиязымызды салып, пиязды да сарғайғанша қуыратын боламыз. Үстіне палауға арналған приправамыз саламыз. Және де көз мөлшерімен тұз саламыз. Тұзды көбірек сала беріңіздер. Себебі күрішімізге тұз көп кетеді. Ендігі кезекте сәбізімізді үстіне салып, сәбізімізді де жақсылап қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырып болған соң 1 литр су құямыз. Суымызды қайнап, етіміз піскенше қақпағын жауып қоямыз. Енді күрішімізді жуып тазалап, қазанға саламыз. Күрішіміз батып тұруы керек. Күрішті жан-жағына тегістеп жайып, қазанның астын қаттырақ қоямыз. Енді су тартылған соң газымызды жай басып қоямыз. Бетіне пленка немесе мен сияқты тарелка жауып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Күріш саларда тұзын, дәмін көресіздер. Тұзы сәл тіктеу болуы керек, сонда палауыңыз дәмді болады. Міне астын жайып қойдым. Жарты сағат өтті. Міне қараңыздар, қандай керемет түрі тәбетті ашады. Міне үгітіліп, нағыз шашпа палау болды. Сіздер де осылай жасаңыздар, өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоны қалдырмай көріңіздер.